Техникалық реттеу және метрология комитетінің мемлекеттік эталондарды сақтайтын зертханалар жұмысымен алдыңғы хабарларымызда таныстырған болатымыз. Ал бүгін мынандай құрылғыда жарықтың қуатын қалай есептейтін, сондай-ақ сұйықтықтың тығыздығын, сұйықтықтың жабысқақ бірліктерін анықтайтын зертхана жұмысымен танысатын боламыз. Армысыздар ағайын, эфирде инвестиция және даму бағдарламасы. Сіздермен бірге мен Думан Мұхаммедқали. Метрология – бұл қажетті дәлдікті алу амалдары мен бірлікті қамтамасыз ететін құралдар мен өлшем туралы ғылым. Өлшем құралдарының шама бірліктерін сақтауда жоғары дәлдікті өлшемді эталон деп атайды. Қазіргі күні елдің физикалық шамалары бірліктерінің эталондық базасына 101 бірлік кіреді. Они напрямую влияют и пользуются большим спросом такими отраслями, как здравоохранение. Олар қоғам сұранысына ие. Әсіресе қолданыста бар эталондық база экономиканың барлық салаларының, оның ішінде азаматтардың өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз ету, адам ауруларын анықтау және емдеу, ел қорғанысы, қоршаған ортаны, отындық энергетикалық кешенді дамытуға қызмет етеді. Сондай-ақ машина жасау, құрал жасау, металлургия және басқа өндірістік салалар, тамақ өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы, көлік қозғалысының қауіпсіздігі, сауда коммерциялық операциялар сияқты стратегиялық маңызды салаларды өркендетуге үлес қосады. Осы орайда қоғам сұранысына ие деген эталондарға тоқталсақ, бастапқы эталон жарық күші бірлігінің мемлекеттік эталоны. Эталон жарық бірліктерінің көлемдерін жаңғыртуға, сақтауға және оптикалық сәулелендіру көздерімен, қабылдауыштары өлшемдері, тексерулер мен калибрлеу бірлігін қамтамасыз етуге арналған. Который внутри покрыт белой матовой краской. Фотометриялық шардың іші ақ күңгірт түске боялған. Мұнда жарық ағынын өлшеу толық деңгейде жүзеге асады. Фотометрлік шардың негізгі элементі ол спектрофотометр құралы. Спектрофотометр жарық толқынының ұзындығына байланысты екі монохроматты жарық ағымдарының интенсивтіліктерінің қатынасын өлшеуге арналған оптикалық аспап. Спектрофотометр жарық көзінен, монохроматордан, жарық қабылдағыштан және тіркеу құрылғысынан тұрады. Жарық ағымының іске қосылуы тікелей жарық қуаттылығына байланысты. Бұл 2007-2009 жылдары PMKS атты Корея фирмасы қызметкерлерімен зерттелген. Бұдан кейін техникалық реттеу және метрология комитеті бұйрығымен жарық ағымының мемлекеттік эталонына айналған. Эталон применяется для воспроизведения, хранения и передачи единицы измерений. Жарық ағыны эталоны қосу, тасымалдау, тексеру, шама бірліктерін жұмыс эталондарына тапсыруда қолданылады. Шама бірліктерін зерттейтін эталондар қолайлы жерге сақталған. Эталонның бір түрі жарықтандыру нормативін сақтауда пайдаланылады. Бұл істе жарық мөлшемелері белгілі бір рөл атқарады. Оларды жарық ноталар деп те атайды. Себебі кейбіреуі жарықпен шағылысу үлгісін көрсетсе, кейбіреуі жарықты өткізгіштік қасиетке ие. Келесі эталон PH эталоны. Мемлекеттік эталон PH өлшем бірлігінің көлемін жаңғыртуға, сақтауға және беруге арналған. Эталон өлшем құралдарының құрамына сутекті және хлор күмісті электронды тасымалсыз электрохимиялық ұяшықтардың жинағы кіреді. Экономикалық деңгейдің өсуіне орай елімізге PH химиялық элементі енгізілген. Сондай-ақ нақты өлшемді анықтау үшін құралған эталонның бұл түрі бастапқы өлшеуіш құрал болып табылады. Мемлекеттік эталон PH өлшемінің қасиеті әлемдік деңгейдің аналогы болып табылады. Проведенных в рамках Тихоокеанской организации APMP. Бұл Тынық мұхиттық APMP ұйымының бастамасымен ұйымдастырылған эталондарды беттестіруге дәлелденген. Шараға Жапония елі координатор болып саналды. Беттестіруге Франция, Америка, Словакия, Чехия, Таиланд, Индия, Перу, Бразилия елдерінен барлығы 14 мемлекет қатысты. Қазақстандық мемлекеттік эталондар беттестіру қорытындысы бойынша орташа көрсеткішке жетті.
Келесі эталон сұйықтық тығыздық эталоны. Сұйықтық тығыздығы эталоны салыстырып тексеру сұлбасына сай 650 мен 2000 км куб аралығындағы өлшем бірлігін қамтиды. Аталмыш өлшем құралдарының қолданылу аясы кең. Біріншіден жұмыс эталондары мен өлшем құралдарына өлшем бірлігін береді. Олар негізінен біріншіден олар нефтехимияда, химияда, ауыл шаруашылық өнеркәсіптерде, құрастыру өнеркәсібінде, медицинада қолданады. Аталмыш эталон бірнеше өлшем құралдарынан тұрады. Айталық эталондық термометрден, сондай-ақ эталондық тараздан, 3 эталондық қалқадан және дистерленген су мен спирттан тұрады. Осындай құралдар жұмыс атқаратын мына құрылғыда ареометрлар тексеріледі. Біріншіден тексеру кезінде бұған Архимедтің күш әсер етеді. Егер де мысалы әрбір нәрсені біз суға или қандай да бір сұйықтыққа енгізетін болсақ, оған қайтадан әсер ететін күш болады. Сол сияқты да бұдан ареометрді егер де біз оны сұйықтыққа енгізсек, оған қандай да бір сұйықтықтың күші әсер етеді. Бұл сұйықтықтың өзінің тығыздығы бар. Бұл жұмыс сұйықтығы. Физика-химиялық өлшемдерге арналған эталондар қазіргі заман сұранысына ие. Айталық денсаулық сақтау саласы, тамақтану, ауыл шаруашылығы салаларына аса қажетті. Эталонға жауапты әр маман біліктіліктерін арттыру мақсатында шетелдерде тәжірибе алмасады. Бұрын тәжірибе алмасуда Ресей, Украина, Германия, Белоруссия елдерімен қарым-қатынас орнатсақ, жақында Қытай мемлекеті де біліктілігімізді арттыруға ерекше қолдау көрсетіп отыр. В целом, хотелось бы отметить, что развитие эталонов и эталонной базы Республики Казахстан, оно... Қазақстан метрология институтының межелі мақсатқа бағытталған жұмыстарының нәтижесінде Қазақстанның өлшеуіш және калибрлеуші мүмкіндіктері ресми халықаралық мойындау алды. Бұл өлшемдер және таразылар халықаралық бюросының ресми сайтында калибрлеуші және өлшеуіш мүмкіндіктерінің 7 қатарын жариялаумен расталады. Орталық Азия аймағы елдерінің ішінде өлшемдер мен таразылар халықаралық бюросының түйінді салыстырудың мәліметтер базасында Қазақстан бірінші болып өзінің калибрлеуші және өлшеуіш мүмкіндіктер мәліметін орналастырды. Вискозиметр тұтқырлықты өлшеуге арналған аспап. Вискозиметр капиллярлық, шарикті, ротациялық, ультрадыбыстық болып бөлінеді. Капиллярлық вискозиметр белгілі мөлшердегі сұйықтықтың тар түтікше арқылы өту уақытын анықтайды. Шарикті вискозиметр түтікшіндегі зерттелетін сұйықтықта шарик батқанда екі бөлігі арасында өту уақытымен анықтайды. Ал ультрадыбыстық вискозиметр зерттелетін сұйықтықтың ішіне салынған магнистрикациялық материал тербелісінің өшу жылдамдығын өлшейді. Вот рабочие вискозиметры у нас, которые у нас приходят на поверку. Бұл жұмыс вискозиметрі. Қазір тексерістен өтеді. Сұйықтық тығыздығының мемлекеттік эталоны бірінші және екінші разрядты ареометрлерді, спирт өлшегіштерді, қант өлшегіштерді, мұнайға арналған ареометрлерді салыстырып тексеру және калибрлеу үшін, сұйықтық тығыздығының стандарттық үлгілерін әзірлеу және өндіру үшін пайдаланылады. Эталонның мына түрі сұйықтықтардың кинематикалық тұтқырлық бірліктерінің мемлекеттік эталоны. Сұйықтықтар тұтқырлығының өлшем құралдарына арналған мемлекеттік эталон және мемлекеттік салыстырып тексеру сұлбасы сәйкес өлшем бірлігін қамтамасыз ету мақсатымен республикада қолданылатын жұмыс өлшем құралдарына жұмыс эталондарының көмегімен бірліктерді беру, сақтау және жаңғырту үшін арналған. Государственный эталон кинематической вязкости жидкости. Алдарыңызда сұйықтықтардың кинематикалық тұтқырлық бірліктердің мемлекеттік эталоны. Эталон асулы деңгейі бар. 30 шыны капиллярлық вискозиметрлерден құралған жинақтан тұрады. Эталондық вискозиметрлерді сұйықтықтар ағымы уақытының есептеу үшін арнайы аппаратуралар орналасқан. Сондай-ақ мұндай аппаратуралар эталондық вискозиметрлерді сұйықтықтың температурасын өлшеу және ұстау үшін де қажет. Республикадағы метрология өзінің дамуында тоқтап қалмайды. Керісінше мемлекеттің жан-жақты қолдауымен метрологиялық жұмыстардың жаңа түрлерін игеруде. Болашақта өз жемісін кезек күттірмей беретін қамтылмаған салаларды метрологиялық қамтамасыз етуді жалғастырып келеді.